Баршаңызға сәлем, сіздермен Ұлжалғас. Бір ғана жұмыртқадан осындай өте жұмсақ, өте дәмді булочка жасаймыз. Жасап көрулеріңізге кеңес беремін. Каналыма тіркеліп, лайк, комментарий жазып, қоңыршаны басып қойыңыздар. Сіздерге жаңа видеолар бірден шығатын болады. Бізге керекті азық-түліктер: 450 грамм сүт, 150 грамм шекер, 1 жұмыртқа, 100 грамм маргарин немесе сармай, және де 8 грамм дрожжи қажет. Қажетінше ұн, менде 800 граммдай ұн кетті. Ең әуелі сүтімізді құямыз, шекерімізді және дрожжаны салып, шекер ерігенше жақсылап араластырамыз. Бір жұмыртқамызды саламыз, және де микроволновкада ерітілген сармайымызды салып араластырамыз. Сосын ұнды жаймен отырып саламыз. Жоғары сападағы ұн қажет. Венчиктің көмегімен бастапқыда осылай араластырып салып аласыздар. Сосын қоюланғаннан кейін қолмен илейміз. Менде 800 граммдай ұн кетті. Көп ұнын қолданбаңыздар, яғни булочка жұмсақ болғаны жақсы. Қанша жұмсақ болған сайын сіздерге воздушный әдемі болып пісіп шығады. Мінекей ұнды жаймен отырып, осылай басы біріккенше илейміз. Ыдысты қолды тазалай отырып, июін қанғанша осылай әдемілеп илейміз. Сосын ыдысымызға кішкене ғана өсімдік майын салып, тестамызды салып, 2 сағатқа жылы жерге орап қоямыз. Міне осылай 2 есе көтерілді тестам. Кішкене ғана ұнды себіп, осы тестаны майда зуалағы бөлшектерге бөліп алдық. Примерно 80-90 грамм бөлшектерге бөліп аласыздар. Осылай дөңгелектеп әдемі зуала жасаймыз. Мен көз мөлшерімен бөлгендіктен барлығы бірдей болып шыққан жоқ. Сіздер өлшеп бөліп алсаңыздар да болады. Мінекей одан кейін үстін осылай пешевой пленкамен орап, жылы жерге 10 минутқа тұндырдым. Сосын бетін ашып, стаканның көмегімен осылай ортасын басып шығасыздар, яғни шеті бортик болып тұру керек. Қазір біз ортасына начинка жасаймыз. Кез келген начинка болады. Менде қойылтылған сүт, шоколад и творожный масса. Қалауларыңызға қарап, міне мен қойылтылған сүт салдым, екеуіне шоколад, екеуіне творожный масса. Бір чай қасықтан барлығына салып шығамыз. Сосын жан-жағын, яғни бортикке осындай бір жұмыртқаны жағып шығасыздар щетканың көмегімен. Яғни әдемі болып қызару үшін. Мінекей барлығына жұмыртқаны жағып шықтым.
жақып болғаннан кейін 180 градуста 20-25 минут, яғни қызарғанша пісіріп аласыздар. Бетін кез келген крошкамен, жаңғақпен, кез келген дүниемен әрлесеңіздер болады, немесе осылай пісіріп алсаңыздар да болады. Мендегі пісу уақыты 180 градуста 25 минутта осылай қызарып әдемі болып пісті. Бірден қойғаннан барлығын ұнап, бірден барлығын жеп қойды. Сіздерге де жасап көрулеріңізге кеңес беремін. Өте дәмді, барлығының көңілінен шығады. Ас болсын.